Елімізге діни білім алуға барлық жағдай жасалған. Діннің қоғамдағы рөлі артқан сайын, бүгінгі қоғамның сұранысын қанағаттандыра алатындай дін мамандары мен діни қызметшілерді даярлайтын орта және жоғары оқу орындары құрылды. Елімізде ислам бағытында 11 діни оқу орны жұмыс жасайды. Олар: Нұр-Мүбәрак университеті, 8 медресе колледжі, 1 медресе, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы имамдардың біліктілігін арттыру жөніндегі Ислам институты, Нұр-Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінде дінтану, исламтану, шет тілі, екі шет тілі мамандықтары бойынша мамандар әзірлеуде. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты орта арнаулы дін мамандарын даярлайтын медресе колледждері бар. Олар: Сарыағаш медресе колледжі, Шымкент медресе колледжі, Астана медресе колледжі, Әбу Бәкір Сыддық медресе колледжі, Павлодар, Үшқоңыр медресе колледжі, Алматы облысы, Әбу Ханифа медресе колледжі, Алматы қаласы, Ақтөбе медресе колледжі, Орал медресе колледжі, Хибатулла Тарази медресесі, Тараз қаласы. Медреселердің білімі колледж деңгейіне көтерілді, ал бітірушілерге мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.